Сәлем баршаңызға достар. Арнаға қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Ангинадан үй жағдайында емделу үшін ақпарат соңында рецептпен бөлісетін боламын. Ангинадан сақтану үшін бадамша бездерінің ұзаққа созылған тамырауын емдеудің ерекше маңызы бар. Бадамша безі ауырған адамдар құлақ, мұрын ауруларының маман дәрігеріне көрініп, немесе бадамша бездерін алғызып тастағаны. Бұл шаралардан басқа бүкіл дененің қарсылық көрсететін қабілетін көтерудің де маңызы аз емес. Атап айтқанда күн режимін дұрыс ұстау, уақытында және витаминдерге бай әр түрлі тағамдар ішу, уақытымен демалу, жеткілікті ұйқы, дене шынықтыру және спорт жаттығуларымен шұғылдану керек. Бұл шаралар адамның организмін шынықтырып, оның қарсылық көрсету қабілетін көтереді. Тіпті ангинамен ауырып қалған күнде 0-1 өте жеңіл түрде өтіп, оны асқынудан сақтайтын болады. Әрбір адам осы айтылған шараларды жүзеге асырса, онда ел арасында жиі кездесетін ангина ауруына қарсы күреске, оны азайту жолындағы мемлекеттік маңызы бар іске өз үлесін қосатын болады. Сондықтан да уақытында дәрігерге қаралу маңызды. Ангина белгілері сізді жиі мазаламас үшін оны алдын алу жолдарын білген жөн. Олардың негізгілеріне тоқталайық. Гигиена сақтау. Жеке сүлгі және ыдыс-аяқ қолдануға тырысыңыз. Дұрыс тамақтану. Дәрумендерге толы өнімдер жеңіз. Қыс мезгілінде рационға міндетті түрде С дәруменіне бай тағамдарды қосыңыз. Гайморит, ринит, тіс жегі секілді ауруларды уақытында емдеу. Ағзаны шынықтыру. Кішкентай кезден бастап шыныққан жақсы. Бірақ ол ешқашан кеш емес. Жүзуге барыңыз, қарама-қарсы душ қабылдаңыз және жазда жиі жалаң аяқ жүруге тырысыңыз. Иммунды жүйені қатайту. Спортпен айналысыңыз, таза ауада жиі жүріңіз. Баспа ангина, бадамша безінің қабынуынан белең алатын ауру. Тамаққа түскен инфекция қызуды көтереді, тамақты қызартады, әлсіздікке бой алдырады, бас ауырып, жұтынған кезде қиындық туындайды. Осы белгілер байқалған кезде дәріханада сатылатын емдік шөптер арқылы аурудың алдын алыңыз. Сізге көмек ретінде 8 әдісті ұсынамыз. 1 рецепт: 1 ас қасық түймедақ ромашка пен 2 ас қасық жөкеу гүлін, липа 1 стақан қайнатылған суға салып қайнатасыз. 5-7 минуттан соң отты сөндіріп, 20 минуттай тұндырып қойыңыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, жұтқыншағыңызда ауыз қуысын шаясыз. Емді күніне 5-6 рет жүргізу керек. 2 рецепт: ұнтақталған қырық буының хвош 5 ас қасығын 400 мл қайнаған суға салып, тұндырып қойыңыз. Шамамен 15 минуттан соң сүзіп алып, тамағыңызды шаясыз. Тыңдағаныңыз үшін рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер.